деп келіп отырмыз. Асабаның ең жақсысы қандай екенін білесіңдер ғой. Баяғыда біреу айтты ғой, ұмытып тұрмай подаркасын бергізген адам деп айтты деген сияқты емес. Негізінде асабаның ең жақсысы, тәуіптің ең жақсысы ауруға ауру қоспаған дейді ғой. Асабаның ең жақсысы өзіне де, тойға келіп отырған елге де ұят келтірмейтін асаба сол ең жақсы асаба деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан да мына қоғамда болып жатқан мәселелердің алдын алу үшін, соларды қайталамау үшін, сондай келеңсіз оқиғаларға өзіміз де түсіп қалмау үшін бір ақылдасып алайық, ой қортайық, пікір алмасайық деп жиналып отырған жиын біздікі. Есі кеткен ауылға есек азаншы, ескі мешітке көкөк азаншы дегендей, кім болса сол біздің қазақтың тойына келіп, ойына келген істейтін нәрсе емес қой. Қазақтың тойы деген бір тәрбиеміздің бесігі, мәдениетіміздің ошағы болғаннан кейін соны түзеп алайық деп келіп отырмыз. Енді бүгінгі күн тәртібіндегі талқылайтын мәселелерімізге мен біртіндеп жайлап көше берейін. Құдай қаласа. Бейәдеп сөйлеу мәселесі. Тойларда бейәдеп сөйлеу мәселесін көрушісіздер. Енді кім екенін айтпай қойын, оны YouTube-тан да көрдіңдер. Өткенде ана қыз бен жігітті билетіп жатқан кезде біреуге подарка деп 5000 теңге берсе, братан 2000 қоссаңшы, гостиница 7000-нан қой дейді. Сол тойда айтылатын сөз ба мысалға? Ол сөз үшін ана жігітті сұрақ жауапсыз атып тастай салуға болады. Ол біреудің ойырды отқан қарындасы, біреудің қызы, біреудің әпкесі деген секілді. Апа, қанша балаңыз бар? 13 құрсақ көтердіңіз, шошқа ұқсап туа беріпсіз ғой деген адамдарды естідік мысалға. Құдай сақтасын. Бала туғаннан басқа не жұмыспен айналыстыңыз дейді. Ол үлкен кісілердің не шаруаң бар сенің қанша бала туғанында? Сондай нәрселерге кішкене абай болсақ. Апамыздың белі түзу екен, жүрісі қызық екен деп бір айтам деп таяқ жеген тамадаларды танимын. Белі кішкене өйтіп қалған, енді жас келген деген адамның несі болады ғой. Сосын ана беташарда танитын бар, танымайтын бар, 2 рет сал, 5 рет сал, 10 рет сал деп елден ақша сұрап бір мәдени қайыршы болғанды қою керек, соны қоятын уақыт жетті деп ойлаймын. Өткенде бір жігіттер келді, мен атын атап олардың несін төкпей қойын. Сол жігіттерге мен айтайын деп едім, сол тойда ұзақ болмады, кетіп қалды. Соны айтайын дегем, сен өзің таксовать етіп көрдің ба мысалға? Мен таксовать етіп көргем. Міне осы отырған жігіттердің бәрі пандемия кезінде таксовать етіп көрген шығар деп ойлаймын. 10 000 теңге табу үшін бір түн жүресің. Мысалға, бір түн жүресің. Ал енді ана жерге келіп отырған кісілердің арасында да таксистер бар, зарплатқа күні қарап отырған адамдар бар. Ол бір салған ақшасының өзіне кәдімгідей ол материальный удар болуы мүмкін кейбіреулерге. Енді ол танитын жездең болса, нағашың болса, қалжыңдасып, әзілдесіп айта беруге болатын шығар, бірақ та барып жүрген тойларымызда жігіттер, бет ашып жүрген жігіттер әсіресе сондай көпшілікті қинамау жағына кішкене назар салсақ дұрыс болатын еді. Үлкен кісілер аталарымызға, апаларымызға, аналарымызға сіз деп сөйлеу оларға мүмкінше. Көп жерден көріп қалып жүрміз, сен деп сөйлейтіндер бар. Тіпті шал деп айтатындар. Баяғыда шалдар ренжитін. Шал десең шалқаңнан түс деп өзіңді кәдімгідей біраз жерге апаратын. Кемпір деген сөздің де өзінің мағынасын білесіңдер, оны мен мағынасын шағып айтып жатпай қойын. Тіпті жайшылықта сөз қолданысқа қоспай қойғанда жақсы. Аналар, кейуаналар деген секілді неше түрлі синоним сөздер көп қой, қазақтың тілі бай. Солардың бәрін ұмытпай, соларға құрметпен қарау жағын баса назарда ұстаса екен деп ойлаймын осындағы жігіттер. Ана бір оқиғаны айта кеткім келеді осы жерде. Кезінде қай елде екенен руға жүзге бөліп жатпай қойын, қазақта бір үлкен ас болыпты ғой. Енді ас болған жерде бәйге бар, көкпар бар дегендей мыңдаған жүздеген жылқы бәйгеге қосылып, 2 ат оқ бойы озып кетті бәрінен. Біреуінен ауыздығы қан озып баратыр дейді. Қалып баратқан қанша дегенмен намысқа тырысады ғой. Қанша қамшылап, қанша сабаласа да озбайды дейді ана алдындағысынан. Сөйтіп кейіннен сұрастырса, екеуі бір енеден туған төле екен ғой, екеуі бір ененің құлындары екен. Алдыға жіберіп келе жатқаны артындағысы сол інісі екен ғой, кейін туған. Бұл енді адамзат түгілі малдың өзінде үлкенді құрметтеу деген ұғым бар. Біз жылқы мінезді қазақпыз дейміз, сондықтан да ол аға сыйлау, алдындағы үлкен сыйлау, әке сыйлау, ана сыйлау деген жылқы мінезді қазақтың бойында. Қазақтың әзіл деген сөзі бар, әжуа деген сөзі бар. Сол екеуінің бір аражігін ажыратып алу керек бізге. Енді үлкен кісілермен қалжыңдаспа деп айтпаймын, әрине той болғаннан кейін ол жерде әзіл болу керек, қалжың болу керек. Ол елдер көңіл көтерем деп келетін жер, әзілдесу керек. Әзілің жарасса, не дейді? Атаңмен ойна дейді. Атаңмен ойна деген кезде әзілдесіп ойна деп тұр жерде. Әзіл деген нәрсе ешкімнің көңіліне келмейтін, ешкімнің намысына тимейтін нәрсе ғой. Әжуа деген ол прикол, біздің сөзімен айтып жүргенде прикол, ол біреудің үстінен жасалатын нәрсе. Біреудің үстінен жасайтындай, ол жерде тойдағы келген халыққа күлетіндей сенде құқық жоқ. Сен шындап келген кезде ол жерде жүрген бір қызметшісің ғой, жұмысшысың. Ал енді оның үстіне жастармен өзіңнің тең құрбыңмен болса ештеңе емес, үлкен кісілермен қалжыңдасып, әзілдесіп, олардың үстінен күлу, ол үлкен қателік деп мен өзім санаймын. Оны қазір олай емес десеңдер, басқалай айтасыңдар. Тойдағы киіну мәселесі, бізге енді басқа елдердің де салт дәстүрін өзімізге алған дұрыс па деп ойлаймын. Әсіресе мына Маңғыстау, Ақтөбе жақта тойда болған жігіттер болатын болса білет, ол жақтың келіндері көз көріп тұрады. Сол үйдің келіндері, сол әулеттің келіндері ұзын камзолын киіп бастарына орамалды. Мүмкін соны біздің тойдың елдеріне айту керек шығар. Сол әулеттің келіні көзге көрініп тұратындай. Осы нәрседен тойымызға сіңістіріп, жалпы қазаққа ортақ бір дәстүр сияқты қалыптастырып жіберсек,
керемет болатын бет деп ойлаймын. Тойға келіп отқан қызы қайсы, қатыны қайсы кейде ажырдамай қаласың ғой. Енені жау көрсету деген нәрсе бар ғой бізде. Енені жау көрсету, келінге сиырдың жауы кене, дегеннің жауы ене деген сияқты нәрселерді қазірден бастап миына сіңіресің, ол соны қабылдайды. Ол соны қабылдайды да ертең өмір бақи, мынау менің жауым екен ғой, мынау менің дұшпаным екен ғой деп араздық деген нәрсеге бір тамыздық болып қалмайық жігіттер. Мүмкін болса енелердің артықшылығын айта жүргеніміз дұрыс. Қазақта енелердің, келіндердің атымен аталған рулар, елдер аз емес қой. Соларды мүмкін үлгіге келтіріп, солардың татулығын, Абайдың шешесі, Құнанбайдың шешесінің арасындағы татулықтарды мүмкін үлгі қылып айтсақ, ол әлде қайда сіңіп